Короче, 90-шы жылдары ғой. Ана свет часто өшіп тұратын кезде, короче. И бір квартирада жас жұбайлар отырады ғой. Свечамен әңгіме айтып, романтический болып. Сөйтеді да іштері пысатты, ана күйеу айтады ғой. Жаным, давай пукать етіп, мынау свечаны өшіріп жарсамыз дейді ғой. Әйелі, давай дейді, короче, пысып отыр да, короче. Сөйтеді да мен бірінші дейді да күйеуі. Пиш еткізеді ғой, короче, свечаға. Ана свеча өшейін. Өшпей қалады ғой, қайтып жанып кетеді. И әйел мен очердім дейді да бірш еткізеді ғой, короче. Свеча ана астындағы тарелкасымен бірге ұшып кетеді ғой. Күйеуі в шоке, көз бақырайып кеткен да, мынандай енді жанне келіп юксін көтеріп қалса, бәсе сенде қос ауыз екен ғой. Короче, інісі ағасына жақындайды ғой. Екеуі де үйленбеген екен да. Сөйтіп інісі ағасына жақындап, аға, мен сізді күтіп шаршадым. Болды, мен үйленем дейді ғой. Ағасы тұрып. Кімге үйленесің дейді ғой. Машаға үйленем, кеше таныстырған Машаға дейді ғой. Інім, сен қуасың ба дейді ғой ағасы. Оны бүкіл ауыл көріп тастаған ғой, сен не айтып тұрсың дейді ғой. Керек емес үйленбе, бүкіл ауыл көріп тастаған дейді. Інісі түсінеді, қайтады. Келесі күні ағасы інісін шақырып алады ғой. Інім, мен үйленетін болдым дейді ғой. Інісі тұрып. Кімге десе? Машаға деп айтады дейді. Қай Маша? Сол сен айтқан кешегі Машаға деп. Аға, сіз кеше айтып едіңіз ғой, бүкіл ауыл көріп тастады деп. Сіз ағасы айтады дейді. Ауылды картадан көрдім, жетақ үй екен ғой деп айтады. Короче, бір мужиктің туалетке барғысы келеді ғой. Сөйтеді ана платный туалеттер бар ғой. Ішіне кіреді платный туалеттің. Сөйтсе бір қыз отыр дейді. Қарындас, туалетке қанша теңге дейді ғой. Сөйтсе, сізге кіші дәрет па дейді. Я помаленькому кіші дәрет. Біздің өзіміздің шарттарымыз бар дейді. Қыз айтады. Сіздің бір жеріңіз 10 сантиметр болса 10 теңге төлейсіз. 20 сантиметр болса 20 теңге, 30 сантиметр болса 30 теңге. В общем, каждый сантиметрға 10 теңгеден дейді ғой. Ана мужик тұрып 100 теңгені лақтырып жібереді ғой. Ана қыз в шоке, көзі жайнаң еді. Ағай, номеріңізді берсеңізші дейді ғой. Десе мужик қарап тұрып, далбасаламай 95 теңге зачемді қайтар дейді ғой. Короче, Қожа Насыр не деп отқан ғой? Орыс тіліндеші. Орысты вообще орысша білмейді дейді да. Сөйтіп барып, Қожа Насыр 8 кеп кеткен ғой. Әжетханаға барғысы кеткендей сұранбай кетіп баратқан ғой. Сөйтіп ана мұғалім қарап қалғанда, короче, Қожа Насыр, ты куда деген ғой? Қожа Насыр былай қарап тұрып. Как куда? Татақ полный вода деген ғой. Болды ма? Бітті ма? Бітті. Өзің айта бересің ғой деймін. Сөйтем ғой деймін, конечно. Өтпедім маса өзім мен әзілім саған. Шық сенде жоба. Кісі болып қапты ғой натурин. Осылар айтқан кезден уаға деп күлем ғой ебану. Бля, кісі нат. Короче, папасы, мамасы, баласы кешкі тамақ ішіп отырады ғой, ужин ішіп отырады. Мамасы тұрады да баласына айтады ғой: балам, анау Әсел қалай, не үшін саған ұнамайды? 2 дипломы бар, жұмысы бар, үйдің тірлігіне мықты, байқуатты семьядан шыққан, үйді жинағанда өлтіреді, тамақты дәмді жасайды, сиыр сауалады. Несі ұнамайды саған, айтшы дейді ғой. И баласы тұрып, қойш, мұрның асы мұң-мұң кетеді ғой. Мамасы шыж-бұж болады да, әкесін айтады ғой: сен хотя бы әкесісің ғой, бірдеңке десейші дейді ғой. Әкесі қарап тұрып: шыны керек, ол қыздың емшегі маған ұнаған. Бір үйге келін түседі ғой.
сөйтеді да қайнатасы, енесі бәрі айтады ғой, о, келін түсті, келіннің қолынан енді бүгін қазір шай ішеміз деп азанмен тұрады. Сағат 9 болады, келін жоқ, 10 болады, келін жоқ, 11 болады, келін жоқ. Сөйтсе жаңа ғана енесі түсінікпен қарайды да. Енді жас қой, бірінші күні шаршаған шығар, қонақтар келіп жатыр, анау мынау. Сөйтсе екінші күнде сондай ғой, келін тұрмайды. Үшінші күн, бір апта сондай ғой. Болмағаннан кейін қайнатасы өзінің қызына барып, ей қызым, тұр, хотя бы сен шай бер бізге. Кейін келін болған кезде ұйқыңды қандырасың деп Короче, садикте бір кішкентай бала қалып кетеді ғой. Сөйтіп, воспитательницасы, тәрбиешісі бүйтеді ғой. Ертең азанда жұмысқа келем, какая разница, бұл баланы алып кете берейін, ертең азанда алып келем дейді. Сөйтеді жаңағы кішкентай баланы үйіне алып кетеді, үйіне апарады, жаңағын жуындырады, шайындырады, жаңағы кашысын беріп ұйықтатайын деп жатса, ана кішкентай бала айтады дейді. Апай, мен түнде әпкеммен бірге ұйықтайтынмын деп. Мен қасында ұйықтаймын, кел деп жаңағы қасына алып ұйықтап жатыр дейді. Сөйтсе, ана кішкентай бала айтады дейді. Апай, мен әпкемнің кіндігіне саусағымды тығып жататынмын деп айтады дейді. Менің күндігіме тұға бер, сала бер деп. Сөйтсе, түн жарымда анау апай оянып кетіп. Ей, балақай, бұл кіндік емес қой десе. Апай, ол саусақ емес деп айтады. Короче, бір ауылдың қақ ортасында бір тал бар екен да. Сол талдың үстіне аю шығып кетеді ғой. Халық, ажиотаж, паника болып жатыр. Енді не істейміз, деп жатқан кезде бір ауылдың қариясы айтады ғой. Өмірбекті шақырыңдар, бізге өмірбек керек дейді ғой. Сөйтсе өмірбек ярый охотник екен да. Бәрі иығында мылтық, қолында тузигі бар, короче. Иті да қандан келе жатыр дейді. Өмірбек, енді не істейміз десе, өмірбек айтады дейді. Короче, қазір мен талға шығам. Талды сілкейм. Аю құлайды жерге. Сол кезде анау тузик өзінің жұмысын істеп тастайды. Не істейді десе, жұмыртқасын шайнайды дейді ғой. Сол кезде аю өледі. Онда мына мылтығыңды не үшін алып келдің атпасаң дейді ғой. Енді тыңда, егерде талдың үстіне мен құласам, ана тузикті атпастан дейді. Әйелі мен күйеуі жақындасу үшін балаларынан қорғанып қолығы сөз ойлап табады ғой. Стиральный машина деген. И күйеуі келеді. Ей, стиральный машина бос па, кірім жуып алайын деп еді. Көріп тұрсың ғой дейді ғой. Көріп тұрсың ғой, бала шаға ұйықтаған жоқ, істеп отқан жоқ стиральный машина. Жарты сағаттан кейін тағы келеді. Не болды на стиральный машина, бір кіріміз жуып алайық дейді ғой. Бала шаға ұйықтаған жоқ, посуда жуып жатырмын, көріп тұрсың ғой, істеп отқан жоқ стиральный машина. Бір келеді, екі келеді. Общем, 10 рет келеді ғой. Түн болады, екеуі ұйықтап жатыр. Әйелі жаймен жаңағы күйеуіне жақындайды ғой. Ей, отағасы, стиральный машина босады, кірін жуып аласың ба дейді ғой. Ана қарап тұр. Қолмен жуа салдым дейді ғой. Короче, бір күнде бір үйге екі келін түседі ғой. Сөйтіп шай ішіп отырады да, кіші келін үлкен келіннен сұрайды ғой. Абысын, осы күйеуіңіз екеуіңіз аптасына қанша рет жақындасасыздар дейді ғой. Ана үлкен келін тұрады. Ей, есің дұрыс па? Айтпа өйтіп, ят болады. Екеуміз оданша кодовый сөз ойлап табайық. Мысалы, күйеуің қанша жұмыртқа жейді деп сұрады дейді ғой. Все дейді, келесі күн шай ішіп отырады. Кіші келін үлкен келіннен сұрайды. Абысын, күйеуіңіз аптасына қанша жұмыртқа жейді дейді ғой. Енді әркез әрқалай шаршап келгенде біреу жейді, екеу, үшеу, әркез әрқалай дейді. А сенікі дейді ғой. Ой, менің күйеуім күніне 5 жұмыртқа жейді. Тоймағаннан кейін сковородканы жалап кетеді деп айтады. Короче, бір мужик болады ғой. Постоянно пытна сиіп қояды екен. Короче, ұйықтайды түнде, пытна сиеді, обязательно сиеді. Шашын, короче. Сөйтеді тәуіпке барады ғой жаңағы, братан, емдеші, мен постоянно ұйықтап атып пытма сиіп қоям дейді. Тәуіп тұрады да.
көп су ішесің ба дейді. Жоқ, су ішпеймін. Или сен бір түс көресің ба дейді. Түс көремін. Қандай түс дейді ғой. Короче, ұйықтап атам, бір жігіт келеді, кеттік сипелеміз дейді. Азанда қарасам пұтыма сиіп қойған. Күніге келеді дейді ғой жаңағы жігіт. Тәуіп ойланып тұрады да. Короче, ол жігітке айт сен. Симеймін деп айт, болды симейсің дейді ғой. И ұйықтайтын кез настрой жаса дейді. И ана жігіт настрой жасайды ғой, болды симеймін бүгін. Бүгін симеймін. Ана жігіт келсе құры деймін. Симеймін пұтыма деп ұйықтап атады ғой. Түс көреді ғой, короче. И жаңағы жігіт жаймен түсіне кіреді ғой бүйтіп. Кеттік шығып келеміз деп. Sabır. В эту ночь